Сіз өзіңіздің меншікті үйіңізде артық адамдай сезінген кезіңіз болды ма? Кухняда сізге қарап, қонаққа келгендей емес, қолдан келгендей қарайтын, ал келініңіз ыдыс аяқты сізден кейін әдейі қайта жуып, мұрнын тыржитумен болатын кездер Алма Бақытқызы шыдады. Немересі үшін, ұлының тыныштығы үшін шыдады. Бір сенбі таңында ғана кіре беріс есігіндегі риэлторлық клубтың шертілген даусын естігенше шыдады. Танысыңдар, бұлар біздің болашақ жалға алушыларымыз деп көңілді дауыспен айтты келіні, тіпті бозарып кеткен енесіне қарамастан. Ал анамыз таза ауаға, мәңгілікке кетіп барады. Сәлеметсіздер ме, сіздер өмірлік хикаялар арнасындасыздар. Бұл хикаялар адамның өмірін түбегейлі өзгертеді. Бүгін мен сіздерді жаңа авторлық әңгімеге шақырамын. Жайғасып отырыңыздар. Жағымды тыңдаулар. Набережнаядағы пәтерде таң әрқашан бірдей басталатын. Алма Бақытқызы сағат 6-да оянып, ескі темір торлы төсегінің сықырламауына тырысып, аяқ ұшымен кухняға беттеді. Егер ол мүлдем үнсіз болса, осы 3 бөлмелі Сталинкадағы орны да аздап қана қалатын сияқты көрінетін. Көлеңкедей дерлік байқалмайтын. Ол ескі, эмалі түсіп қалған, тұмсығы сынған шайнекті қойды. Ұлы Ильяс оны үнемі лақтырып тастамақ болатын, өткен ғасырдың антиквариаты деп атайтын. Бірақ Алма Бақытқызы оны сақтайтын. Бұл шайнек күйеуінде кішкентай Ильясты да есіне түсіретін. Ильяс жарақаттанған тізесімен жүгіріп келіп, анасының липагүлін балмен қайнатып беруін күтетін. Ұлының жатын бөлмесінің есігі сықыр етті. Алма Бақытқызы жүрегіне қолын басып қатып қалды. Ол ешкімге кедергі келтіргісі келмейтін. Ильяс пен әйелі Мадина кеш жататын, үнемі бірдеңені көтеріңкі дауыспен талқылайтын. Түсінсеңші, бұл жалғыз шығар жол. Мадинаның жүзіндей өткір, жіңішке даусы жартылай ашық есіктен естілді. Машинаға алған несие бізді тұншықтырып барады. Коллекторлар жұмысқа дейін телефон соғып жатыр. Мадина, сен мұны қалай елестетіп тұрсың? Ұлының даусы күңгірт, ақталғандай шықты. Ол осы үйде 40 жыл өмір сүрді. Әрбір шегені әкем қақты. Алма Бақытқызы тынысын ішіне тартып тыңдады. Жүрегі кеудесінде ырғақсыз, үзіліспен соға бастады. Ол тоңазытқышқа сүйеніп тұрды да, оның мұздай дірілін сезді. Мен оны көшеге шығарып тастамаймын ғой, деп жалғастырды келіні. Саяжайда таза ауа, қарағайлар, өзен бар. Жылытуын аздап жөндеп конвектор қоямыз. Қыста тұра тұрады, ештеңе болмайды. Ал біз осы пәтерді жалға береміз. Ремонты таза, қала орталығы. Айына 50 мың. Ильяс, бұл бүкіл төлемді жабады. Ал оның заттарын қайда қоямыз? Сундуктеріне ме? Гаражға апарамыз ба, әлде қоқысқа тастаймыз ба? Құдайым-ау, Ильяс, ондағы жартылай қоқыстың өзі ертең лақтырылуы керек. Ана оның салфеткалары, тоқылған кітаптары, тозаң басқан біз, жас отбасы, бізге кеңістік керек. Сенің немерең өсіп келеді, оған бөлек бөлме қажет, шкафтың артындағы бұрыш емес. Алма Бақытқызы тамағына ашы түйіршік кептеліп қалғандай сезінді. Сундуктер, салфеткалар ол өзінің түйіндей болып, тамырлары көрініп тұрған қолдарына қарады. Осы қолдармен ол 30 жыл мектепте жұмыс істеді. Осы қолдармен 9-шы сыныпта өкпе қабынуымен ауырып қалған Ильясты күтті. Сонда ол анасынан қалған жалғыз алтын сырғасын сатып, импорттық дәрі-дәрмек пен жеміс-жидек сатып алған еді. Жарайды, деп күрсінді ұлы. Сенбі күні онымен сөйлесемін. Тек жұмсақ болайын. Дәрігерлер ауылдағы ауаны ұсынады деп айтамын. Міне, ақылды болдың, Мадинаның даусы бірден балдай жұмсақ болып кетті. Уақытша деп айт. Ал кейін өзің түсінесің ғой, адам бәріне үйренеді. Плитадағы шайнек истерикалық сықырып жіберді. Алма Бақытқызы асығып сөндіруге ұмтылды, бірақ қолдары қатты дірілдеп, тек конфорканы ғана соқты да, ысқырық тұншыға бастады. Дәлізден аяқ дыбысы естілді. Ол көзін алжапқышының шетімен тез сүртіп, терезеге қарап тұрып қалды. Сұрғылт науыз таңы қалаға баяу жайылып келе жатқан еді. Ана, сен неге мұншалық ерте тұрдың? Ильяс есікте тұрып, желкесін қасып тұрды. Пижамасымен, шашы ұйпа-тұйпа, ол әлі де сол кішкентай бала сияқты көрінетін. Бірақ көздерін жасырып тұрды. Ия, Ильясым, шай ішкім келді ғой, даусы оған опасыздық жасап сыбырға айналды. Отыр, мен саған сүйікті үзім қосылған сырник пісірдім. Сырник қаламаймын, ана, кешігіп барамын. Ол тарелкаға қарамастан өте шықты.
Ал Алма Бақыт қызы оны соншалық сүйіспеншілікпен қаймақпен безендірген еді. Естіп тұрсың ба, сенбі күні саяжайға барамыз, жағдайды тексереміз. Сен заттарыңды аз-аздап сұрыптай баста. Әйтеуір, болашаққа. Ол шығып кетті де, Алма Бақыт қызы плита жанында қатып қалды. Сырниктер баяу суып, жылтыр қабыршақпен жабылып жатты. Ал басында бір ғана сөз барабанша соғылып тұрды. Уақытша. Ол бұл уақытша екенін білді. Осылай ескейтті орманға лақтырғысы келгенде, бірақ ашық айтудан қорыққанды айтады. Сенбіге дейінгі күндер созылған сірне сияқты өтті. Алма Бақыт қызы бір түрлі есеңгіреген күйде өмір сүрді. Ол бөлмелерді аралап жүрді, үйдегі әрбір заттың дауысы бар сияқты еді. Міне, қолтықтары тозған ескі кресло. Онда күйеуі Алексей Ильясқа ертегі оқып отыратын. Алексей инженер, сөзімен ар-намысы бар адам еді. Алма, деді ол өлер алдында қолын қысып, пәтерді сақта. Бұл сенің тылың. Ильясқа көмектесеміз, бірақ сенің өз бұрышың болуы керек. Ол кезде Алма тек жылап, бас изеп қана қойған. Өз ұлының өзіне қарсы қорғануға тура келетінін қайдан білсін. Келінімен қарым-қатынас алғашқы күннен бастап түзелмеді. Мадина үйге басып кірген жаулаушыдай келген әйелдерден еді. Алғашында қонақ бөлмесінің перделерін ауыстырды, әжесінен қалғанын, кейін серванттағы ыдыс-аяқты қайта орналастырды, ал бір жылдан кейін тіпті Алма Бақыт қызы қонақтар келгенде өз бөлмесінен шықпағаны жөн деп мәлімдеді. Алма Бақыт қызы, деді Мадина бейсенбі күні кешке оның бөлмесіне кіріп. Мен техникадан қалған қораптар әкелдім. Кітаптарыңызды соған салыңыз. Бәрібір оқымаймыз. Тек Аянның аллергиясын тудырады. Аян 6 жасар немересі Алма Бақыт қызы үшін жалғыз жарық сәуле еді. Бірақ Мадина оны да қару ретінде пайдаланатын. Әже, мама, неге сені орманға, қасқырларға жібереміз деді. Деп сұрады немере күндіз оған жүгіріп келіп. Алма Бақыт қызы тізесіндегі ауырсынуды жеңіп, оның алдына отыра кетті. Жоқ, балам, қасқырларға емес. Ауылдағы үйге. Жазда жидек тергеніміз есіңде ме? Бірақ қазір ол жерде суық қой. Телевизорда жұмыс істемейді. Сен онда жалғыз қалай тұрасың? Мен жалғыз болмаймын, Аяным. Қасымда естеліктерім болады. Ол немересін құшақтап сүт пен баланың сабынының иісін жұтып кенет түсінді. Олар одан тек шаршы метрді ғана емес, жалғыз мұрагерінің өсіп келе жатқанын көру мүмкіндігін де тартып алғысы келді екен. Кешке ол әңгіме бастауға батылдық етті. Ильяс үлкен бөлмеде ноутбукке үңіліп отырған, Мадина айна алдында жаңа көйлегін киіп көріп жүрді. Ильяс, балам. Алма Бақыт қызы диванның шетіне отырып ақырын шақырды. Мен сұрағым келеді. Қыста саяжайда мен қалай тұрамын? Онда құдық қатып қалады, ең жақын дүкенге 3 шақырым қар басқан жолмен жүру керек. Аяғымды білесің ғой. Ильяс селк ете қалды, бірақ көзін көтермеді. Ана, бастама. Келістік қой, конвекторлар аламыз, газ баллондарын апарамыз. Қойдай тынығып жатасың. Қала шуы, түтін сен үшін зиян ғой. Ильяс, ол ұлының қолын ұстауға тырысты, бірақ ол телефонға қарай ептілікпен жалтарды. Бұл пәтерді біз әкелеріңмен бәріміз үшін салдық қой, міне, дәл солай, деп араласты Мадина артынан бұрылмастан. Бәріміз үшін. Ал біз балаңызбен бір бөлмеде тығылып жатырмыз, ал сіз 20 метр жерде жалғыз ұйықтайсыз. Бұл өзімшілдік, Алма Бақыт қызы. Сіздің жасыңызда балалар туралы ойлау керек, жайлық туралы емес. Өзімшілдік, деп сыбырлады Алма Бақыт қызы. Ол 90-шы жылдарды есіне алды. 3 ставкада жұмыс істегенін, Ильяс институтта басқалардан кем болмас үшін өзінің ескі пальтосын қайта тігіп бергенін, ол бизнес ашайын деп бар жинағанын бергенін бір ретте бетіне баспады. Жоқ демеді. Жақсы, деді ол кенет қатты дауыспен тұрып. Мен түсіндім. Сенбі күні, ана. Көлік келеді, жеңіл тыныстап Ильяс қуанышпен күрсінді. Сахна тез аяқталғанына риза еді. Алма Бақыт қызы бөлмеден шықты. Кітаптарды жинамады. Оның орнына матрастың астынан ескі былғары папкасын алды. Онда 15 жыл бұрын берілген меншік құқығының куәлігі жатты. Оның тегі, оның аты. Ол кіре берістегі айнаға қарады. Шыныдан оған иығы салбыраған, әлсіз кемпір қарап тұрғандай болды. Жоқ, Алюша, деп сыбырлады ол қайтыс болған күйеуіне. Сен дұрыс айтқан едің. Тылды сақтау керек. Сол түні ол ұйықтамады.
Қабырғаның ар жағында ұлы мен келіні босап қалған бөлмеге қандай диван, қандай түсті қағаз аламыз деп қуана әңгімелесіп жатты. Олар оны тірілей көміп, мұзды жер аударуға жіберген еді. Бірақ Алма бақыт қызының кеудесінде тек ашу ғана қалғандай көрінген жерде кенет ұмытылған сезімнің өзін өзі құрметтеудің кішкентай, тікенді оты тұтана бастады. Жұма күні Алма бақыт қыз үшін төзімділік сынағы болды. Мадина жеңіске жақындағанын сезіп, мейірімді келін болып көрінуді қойды. Ол өзін толыққанды иесі сияқты ұстады, ал жолындағы кедергі жақында алынып тасталатын тітіркендіргіш нәрсе ғана. Алма бақыт қызы, мен сізге айтқаным ғой, деді Мадина ваннадан тазаны ыңырсып шығарып тастап. Бізде автоматты кір жуғыш машина бар. Не үшін осы ылғал мен сабынның иісін таратасыз? Аянға тыныс алу қиын. Мадина жан, жібек блузканы машина жыртып тастайды ғой, деп тыныш жауап берді Алма, қолын алжапқышқа сүртіп. Онда лақтырып тастаңыз. Орманда блузкаңызды кімге көрсетесіз? Тиіндерге ме? Мадина ащы күлді де, жауап күтпестен сабынды суды унитазға төгіп жіберді, әрең дегенде енесінің аяғын тигізбей қалды. Ильяс сол кезде кухняда отырып, телефонға қатты беріліп қалғандай кейіп танытты. Ол бәрін естіп тұрды. Анасының даусының дірілдегенін, әйелінің қолындағы ыдыстың сыңғырлағанын, бірақ басын көтермеді. Алма бақыт қызы әлсіздерді қорғауға үйреткен ұлы енді өз қанына опасыздық жасауға дайын көлеңкеге айналған еді. Кешке дәлізде қара қоқыс пакеттерінің үйіндісі өсіп шықты. Бұл не? Деп сұрады Алма бақыт қызы. Сіздің кітаптарыңыз бен ұсақ түйектеріңіз, деді Мадина пылесосымен өтіп бара жатып. Ильяс саяжайда орын аз дейді, бәрі көгеріп кетеді. Букинистке өткіземіз немесе қоқыс жәшігіне тастаймыз. Қазір Чеховтың сарғайған томдары кімге керек? Бәрі интернетте бар. Алма бақыт қызы пакеттерге жақындады. Үстінде ескі фотоальбом жатты. Барқыт беттері бар, мұқабасының бұрышы полиэтиленнен шығып тұр. Онда үйлену тойының суреттері, Ильястың алғашқы қадамдары, жылдың үздік мұғалімі ретінде марапатталғаны туралы газеттен кесінділер бар еді. Жүрегі соншалық қатты шаншыды, көз алдына қарадақтар жүгірді. Ол үнсіз альбомды алып бөлмесіне алып кетті. Есікті ішінен ілгішпен бекітті. 5 жыл бір үйде тұрғалы алғаш рет. Есіктің ар жағынан бәсең күлкі естілді. Олар шарап ашып, әлі босамаған пәтерде жаңа үй тойын тойлап жатты. Алма қараңғыда отырып, альбомды кеудесіне қысып, ваннадағы ағын судың тамшылағанын тыңдады. Бұл дыбыс оған өзінің азаматтық өлім жазасына дейінгі уақыттың есебі сияқты естілді. Сенбі. Оның көшуі тиіс күн осы үйде бәрі ұмытып кеткен датаға дәл келді. 20 наурыз. Алма бақыт қызына 63 жас толды. Ол ерте оянды. Әдеттегідей есік ашылып, кішкентай Аян әже, туған күніңмен, деп жүгіріп кіреді. Ильяс сүйікті хризантем букетін әкеледі деп күтті. Алексей жоқ еді, бірақ дәстүр жылдар бойы сақталып келген. Оның орнына дәлізде ауыр етіктің гуілі естілді. Жүк тасушылар 1 сағаттан кейін келеді, деді Ильяс кіреберістен айқайлап. Ана, дайынсың ба? Кешіктірме, машина қымбат. Алма дәлізге шықты. Үстінде ескі, бірақ мерекелік көйлегі, шашы әдемі шоқша етіп таралған, мойнында қарапайым інжу моншағы бар еді. Ильяс, маған ештеңе айтқың келмей ме? Деп тыныш сұрады ол ұлының көзіне тура қарап. Ильяс бір сәт қатып қалды, баутын байлап тұрып. Көздерінде тану, ұят, адамдық бірдеңенің көлеңкесі жылт ете қалды. Бірақ сол сәтте бөлмеден Мадина жарқын үй киімінде шықты. Ой, Алма бақыт қызы, сіз ағылшын патшайымына қабылдауға баратындайсыз. Саяжайда мұны киіп тек лай кешесіз ғой. Ильяс, чемоданды шығаршы, мен жинап қойдым. Ильяс тағы да шақырды Алма. Бүгін 20 наурыз. Ұлы тік тұрып, беті тас сияқты қатайды. Ана, есімде, құттықтаймын. Бірақ қазір мерекеге уақыт жоқ. Бізде қарыз бар, түсінесің бе? Біз мұны отбасы үшін, Аян үшін жасап жатырмыз. Саяжайда саған жақсы болады, солай емес пе? Сахна жасама. Басым қатты ауырып тұр. Бұл оның ұрып жібергеннен де ауыр еді. Құттықтаймын. Құрғақ тістерінің арасынан тітіркендіргіш кедергідей. Сол сәтте иесі қоңырауы шылдырлады. Босағада 2 мықты жігіт лас комбинезон киіп тұрды. Қайда тиеміз? Деді біреуі сағызын түкіріп. Мына пакеттер мен андағы шкафты бөлшектеп деп бұйыра бастады Мадина.
Және сол бөлмедегі төсекті де. Жігіттер пәтердің ішіне жылжыды. Біреуі иығымен ескі вазаға тиіп кетті. Мұғалім әріптестерінің сыйлығы. Ваза шайқалып паркетке құлап сыңғырлап сынды. Ой, тіпті жақсы болды, деді Мадина қолын сермеп. Қоқыс азайды. Сол сәтте Алма бақыт қызының ішінде бірдеңе түпкілікті үзіліп түсті. Ұлымен байланыстырып тұрған жұқа жіп, оны шыдап кешіруге мәжбүр еткен жіп құрғақ сытырлап үзілді. Шексіз ана махаббатының орнында мұздай сыңғырлаған бостық пайда болды. Тоқта, деді ол. Дауысы қатты емес еді, бірақ онда сондай болат қаттылық бар еді. Жүк тасушылар тоқтап, бір-біріне қарасты. Не? Мадина ашуланып бұрылды. Уақытты босқа өткізіп жатырмыз. Бәрін орнына қойыңдар. Және кетіңдер. Ана, сен неге? Ильяс оған қарай бір қадам жасады. Қатты қобалжыдың ғой. Су іш, қазір барамыз. Сен ешқайда бармайсың, Ильяс, деді Алма бақыт қызы ұлын алғаш рет көргендей қарап. Мен де ешқайда кетпеймін. Бұл пәтер менің жеке меншігімде. Мен сендерді мұнда рақымшылықпен тіркегенмін, сенде қиындық болған кезде. Бірақ мен оны ешқашан саған сыйға тартқан емеспін. Мадина бозарып, содан кейін қызыл дақтармен жамылды. Сіз қартайғанда ақылыңыздан адасып қалдыңыз ба? Ильяс, айтшы оған, біз жалға беру шартын қол қойдық қой, аванс алдық. Демек, авансты қайтарасыңдар, деді Алма кесіп. Ал қазір мен бөтен адамдарды өз үйімен шығуды сұраймын. Бөтендер ме? Деп күркіреді Ильяс. Мен сенің ұлыңмын. Менің ұлым сол кезде қалды, ол анасын шаршы метрден артық бағалайтын. Ал сен өзіңді өмірге әкелген әйелді қорлауға мүмкіндік беретін еркексің ғана. Сендерде 1 сағат уақыт бар. Өздерің әлі қоқыс пакеттеріне салмаған заттарыңды жинаңдар. Пәтерде өлі тыныштық орнады. Тек Ильястың ауыр дем алғаны және бөлмеден үрейленген үлкендердің айқайынан қорыққан Аянның тыныш жылағаны естіліп тұрды. Жүк тасушылар мен ұлының отбасының грандиозды жанжал, айқай-шу мен қорқытуларынан кейін есік сарт етіп жабылғанда, Алма бақыт қызы кіреберісте тікелей еденге отырып қалды. Таңертең оны ұстап тұрған күш бірден таусылды. Айнала хаос еді. Жыртылған пакеттер, базаның сынықтары, шкафтағы бос ілгіштер. Ол жалғыз қалды. Ұзақ уақыт күткен, енді ең қатты қорқатын тыныштықта. Есікке тағы қоңырау шылдырлады. Алма селгетті. Тағы келді ме? Тағы айқайлай ма? Ол қиындықпен тұрып есікті ашты. Босағада Қарлығаш Сәкен қызы, көршісі тұрды. Алма бақыт қызы 20 жыл бойы тату болмаған әйел. Бір кездері ауладағы тұрақ орнын бөлісе алмаған, содан кейін жай ғана салқын, бас изеумен шектелген. Қарлығаш Сәкен қызы қолында сүлгімен жабылған кішкентай тарелке ұстап тұрды. Міне, бақыт қызы, сенің содомыңды бүкіл подъезд естіді. Келінің соншалық айқайлады, люстрам дірілдеп тұрды. Алма бақыт қызы не айтарын білмей үнсіз тұрды. На, ал. Көршісі тарелкені ұсынды. Тыварық қосылған құймақ. Туған күніңмен, Алма. Менің марқұм күйеуімнің де осы күні туған күні еді. Алма жылы тарелкені алды да, осы уақытқа дейін ұстап тұрған көз жасындары ақтарыла жөнелді. Ол бос пәтерінің есігінде тұрып, өзі жау санайтын әйелдің әкелген құймағын қысып, кішкентай қыздай дауыстап жылады. Ну, Қарлығаш Сәкен қызы пәтерге кіріп, есікті батыл жауып, Алманы иығынан құшақтады. Шыдамың таусылды. Міне, Құдайға шүкір. Кухняға барайық, шай ішіп, енді қалай өмір сүретініңді ойласайық. Өйткені олар тоқтамайды, Алма. Сенің келінің сияқтылар тістерімен жармасы болады. Саған нағыз қорған керек. 2 апта өтті. Алма бақыт қызының пәтері тазалыққа жарқырап тұрды. Бұл тазалық енді қорқыныш емес. Ескі вазаның сынықтары сыпырылып, орнына Қарлығаш Сәкен қызының сыйлаған қарапайым қарға шөп букеті тұрды. Жылдар бойы бір-біріне тек салқын бас изеумен ғана амандасатын көршілер енді әлемді қайта ашып, бірге емханаға барып, рецепттер талқылап, ең бастысы қорғаныс стратегиясын құрып жүрді. Ильяс сейсенбіде телефон соқты. Даусында бұрынғы өзін-өзі сенімділік жоқ еді. Ана, біз жалдамалы пәтердеміз. Мұнда бит бар, Мадинаға ауыр, Аян жылап, сенің қасыңа келгісі келеді. Қалыпты тұрғын үйге ақша жоқ. Сенің пәтерің үшін авансты пайызбен қайтаруға тура келді. Ана, кешірші бізді. Біз қатты қызбалық жасадық. Қайтайық?
Мадина енді өз тәртібін кіргізбеймін деп уәде береді. Алма Бақытқызы оны тыңдап өз қолдарына қарады. Бұрын ұлының мұңайған даусын естісе, бірден тамақ салған сөмкелерді жинап құтқаруға жүгіретін. Ал қазір іші тыныш еді. Жоқ, Ильясым, жұмсақ, бірақ қатты айтты ол. Қайту болмайды. Мен көп ойландым. Сен ересек еркексің, өз отбасың бар. Енді сол үшін өзің жауапкершілік алуың керек, менің өмірім мен үйімнің есебінен емес. Бірақ ана, біз көшеге шығып қаламыз ғой, деп айқайға салды ол. Шықпайсыңдар. Сенде жұмыс бар, Мадинаның да бар. Жалға пәтер жалдаңдар. Ал мен өз пәтерімді жалға беруді шештім. Трубкада үнсіздік орнады. Жалға бересің бе? Деп қырылдады ұлы. Кімге? Өзің тұрып жатырсың ғой. Мен Қарлығаш Сәкен қызына көшіп барамын. Біз шаруашылықты біріктіреміз. Екемізге көңілді әрі үнемді. Ал менің пәтерімнен түскен ақша менің шотыма түседі. Мен өмір бойы саған жинап келдім, Ильяс. Енді өзім үшін жинаймын. Санаторийге барып аяғымды емдеткім келеді. Әрі 10 жыл бұрын армандаған пальтоны сатып алуым мүмкін. Сен өз ұлыңды бөтен кемпір мен шүберек үшін опасыздық жасап жатырсың ба? Ильястың даусында шынайы өшпенділік естілді. Жоқ, балам. Мен жай ғана сенің мені опасыздыққа ұшыратуыңа енді жол бермейтін болдым. Ол трубканы қойып қойды. Ильяс пен Мадина үшін жаза мүмкін болған ең ауыры болды. Оларға есеюге тура келді. Мадина тегін тұрғын үй мен инесі түріндегі қызмет көрсетуші персоналдан айырылып, Ильясқа сондай жанжал шығарды. Ол некелерінің жылдарында алғаш рет анасына қарсы одақтас ретінде дұрыс әйел таңдағанын ойлады. Ақшасыздық пен тұрмыстық қиындықтар олардың қарым-қатынасындағы жылтыр бояуды тез сыпырып тастап, ішкі бостықты ашып көрсетті. Мамыр айы таңғаларлық жылы болды. Алма Бақытқызы саябақтағы орындықта отырып, мейірімді күнге бетін тосты. Үстінде сол жаңа пальто асыл түсті, шаңды қызғылт, бетін таңғажайып сергітіп тұрған. Қасында Қарлығаш отырды. Не, Бақытқызы, телефон соқты ма? Созды, күлімсіреді Алма. Аянды демалыс күндері алып келді. Тыныш қалған. Ильяс пен Мадина уақытша ажырасып тұр. Ол ата-анасына кетті, қиындыққа шыдамады. Ильяс қазір бір бөлмелі пәтерде тұрады, 2 жұмыста істейді. Тек қазір ғана менің оған қанша күш салғанымды түсіндім дейді. Түсінді ғой, деп күлді Қарлығаш. Кеш болса да ешқашаннан жақсы. Бастысы, сен еріп кетпе, Алма, қашықтықты сақта. Сақтаймын, Қарлығаш. Жақсы көремін, бірақ сақтаймын. Олар үнсіз отырып, желдің жас жапырақтарды тербетуін бақылады. Алма Бақытқызы ұмытылған, таңғажайып жеңілдікті сезінді. 60-тан асқаннан кейін өмір аяқталмайтыны, тек кухня мен құрбандықпен шектелмейтіні белгілі болды. Оның жаңа қызығушылықтары пайда болды. Қарлығашпен бірге ардагерлер хорына жазылды, таңертең бассейнге баратын болды. Кешке, шынымен де жақсы дәрігер жас жұбайларға жалға берген пәтеріне оралған соң, Алма Бақытқызы Мадина лақтырғысы келген сол альбомды алды. Жас кезіндегі суреті тұрған бетті ашты. Көздері жарқырап, алда тұтас өмір, білесің бе, Алюша, деп сыбырлады ол күйеуінің суретіне қарап. Мен күшім келді. Мен біздің ұяны ұрыс алаңына айналдырмадым. Ал Ильяс ол ақырында адам болады. Оған жай ғана суықты сезіну керек, ана жүрегінің жылуын бағалай бастау үшін. Ол альбомды жапты. Бөлмеде жусан мен жаңа қайнатылған шайдың иісі аңқыды. Жүрегі тыныш әрі бейбіт еді. Әділеттілік әрқашан дауыс көтеріп соттасу емес. Кейде ол жай ғана сені құрметтейтін және бағалайтын жерде сүйікті шәйнегіңнен шай ішу құқығы ғана. Ана болу балаларыңның көлеңкесі болу деген сөз емес. Біз оларға қанат береміз, ұшсын деп. Бірақ өз аяғымыздың астындағы жерімізді беруге міндетті емеспіз. Нағыз махаббат кейде қаттылықты талап етеді. Өйткені балалардың өзімшілдігіне еріп берсек, біз олардағы адамды өлтіреміз. Өзің туралы еске алу ешқашан кеш емес. Өйткені айналаңдағылардың құрметі сен өз өмірің мен ақ шашыңды